астеник балаларын тәрбиелеудің ата-аналарға айтылатын 10 қағида. Бірінші, астеник балалардың ішкі әлемі, яғни фантазиясы өте бай болады. Оның фантазиясын тежемей, наоборот, фантазиясына қарай қызығушылығын ояту керек. Екінші, баланың тұлғасын қалай бар, солай қабылдап үйрену керек. Үшінші, баланың салауатты өмір салтын дұрыс қалыптастыру керек, яғни оның тамақ ішу тәртібін, яғни режимін дұрыс қадағалау. Төртінші, баланың самооценкасын үнемі көтеріп отыру керек, яғни самооценкасымен дұрыс жұмыс жасау керек. Бесінші, балаға өзіңіздің қолдауыңызды үнемі сезіндіріп отырыңыз. Алтыншы, әлемге деген сенімділігін арттырыңыз. Жетінші, өз ұсынысыңызды, яғни ата-ана сіздің ұсынысыңызды бала дұрыс